Бұл жалған дүниеде барлығымыз уақытша жүрміз. Барлығымыз Алланың алдында барамыз. Біз бай болсақ та, кедей болсақ та, басшы болсақ та, құл болсақ та, Алланың алдында ақшаменен, ағаларымызбен, көкелерімізбен, немесе өзіміздің атақ даңқымызбен ештеме шеше алмаймыз. Тек қана Алланың ғана әділдігі ғана болады. Сонда бізге көмекшілер қажет, шапағат қылушылар қажет. Имам Ахмад рахматуллахи өзінің Сунан кітабында келтіреді: Әл-Құрану ва сияму ешфаани лил абд. Құран және де ораза адамдарға шапағат қылады дейді. Ораза айтады: "Ей Рабби, я Раббым, мен бұл адамды күндіз тамақтан, шахуаттан тыйдым" дейді. "Маған мүмкіншілік бер, мен бұған шапағат қылайын" дейді. Құран айтады: "Я Раббым, мен оны түнде ұйқысынан тыйдым" дейді. "Маған шапағат қылуға мүмкіншілік бер, мен оған шапағат қылайын" дейді. Сөйтіп Алла Субханала Тағала екеуіне шапағат қылуға рұқсат береді. Міне осындай шапағатқа ие болғымыз келсек, Құранды көп оқиық. Егер Құран оқи алмасаңыз, үйреніңіз. Егер Құран оқысаңыз, онда күнделікті бір парадай, кем дегенде бір парадай оқуға тырысыңыз.